Туған елдің тәуелсіздігі мен бостандығы үшін жанын қиған боздақтарымызды мәңгі еске сақтаймыз. Отан үшін отқа түсіп, қан майданнан аман оралған Сейдахметұлы Сейітбек әкеміздің рухына бас иеміз. Әкеміздің жатқан жері жайлы болсын, жәннаттан бір бақша болсын. Ауыр күндердегі адал еңбегіңіз бен белсенді азаматтық ұстанымыңыз үшін бас иіп алғыс білдіреміз. Адамзат тарихындағы ең ауыр қан төгіс соғыс аяқталғанына 73 жыл өтіпті. Зарықтырып жеткен жеңіс күнінің қадірі бәріміз үшін тым қымбат. Сұрапыл соғыс адамзаттың жүрегіне өшпес жара салды. Ауылда қалған кемпір шалдың арасында анамыз Қанай қызы Сағатгүл зуылдаған оқ пен лапылдаған от жалының арасында жүрген бауырына, әкесіне, ағасына сеп болсын деп бар күш қайратын жұмсады. Тылдағы әрбір күн соғысқа тең еді. Ардагер көрген зұлматты сен көрген жоқсың замандас. Сол үшін оны құрметте. Бүгінгі мамыражай тыныш өмір әкеміз бен анамыз қалыптастырған берік бірлік нәтижесінде келді. Әкеміз Совет армиясы қатарына шақырылып, сонда жүргенде соғысқа алынған. 1939 жылы Оршта Белоруссия ерекше әскери округі құрылған 14-ші армияның 164-ші атқыштар дивизиясының бірінші әскери құрылымында пулеметші болып жауға қарсы шайқасқан. Сол дивизияның құрамында жүріп, Батыс Белоруссияда жауынгерлік ұрыстарға қатысты. Кейіннен дивизия Волховстройда эшелондарға артылып, Украинаға көшірілген кезде Одесса әскери округінің құрамында шайқасты. 20-93-ші артиллериялық атқыштар полкында пулеметші, 164-ші атқыштар полкында атқыш болып майданда шайқасқан. Атқыштар бригадасының 203-ші бөлімінде 1947 жылғы сәуірден 1950 жылғы наурызға дейін пулеметші болып жүріп, жерімізді жаудан тазартуға атсалысқан. Соғыс жылдарында жауынгерлік ерлігі мен үлгілі тәртібі үшін бірнеше мәрте әртүрлі дәрежедегі медальдармен және гвардия құрмет төсбелгілерін иемденген. 11 март 1985 жылға КСРО жоғарғы кеңесі президиумының жарлығымен 2-ші дәрежелі Отечественная война орденімен марапатталған. Әкемізге отан атты ыстық ұғым, тәтті сөз қарсы келген дұшпанға қаймықпай қарауға жігер берді. Ер жігіттің құл болмай, ару қыздың күң атанбай, біздің бірлікте өмір сүруіміз нақ әкеміздің арқасында. Бүгінгі мерекенің еліміздің өмірінде алатын орны ерекше. Ізгі ниетпен адамзат баласы мерекелейтін осы күннің туына әкеміздің айтулы үлес қосқанын біз әрқашан мақтан тұтамыз. Ұлы жеңісті жақындатуға ардақты әкеміз майдан даласында анамыздың тылда қосқан еңбегі өлшеусіз. Уақыт өткен сайын кешегі күндей күркіреп өткен сұрапыл соғыстың дүрбелең оқиғалары да арасын аулақ салып, алыстап барады. Бірақ қаншалықты алыстағанмен ол көңілден кетіп, жүректерден өшпек емес. Өйткені ол соғыс қаншама ұрпақты қайғы қасіретке душар етіп, өмірін өксітіп кетті. Сондықтан да біз жыл сайын мамыр айының 9-шы жұлдызында сол сұрапыл соғыстағы жеңіс күнімен қатар әкеміздің туған күнін айрықша атап өтеміз. Жан әке, асыл әке, ардақты әке, тірі болсаң жүрер едің 93-те. Қан майданда қан кешіп, күткен күнің келе жатыр 73 жылдық мерекеңде. Сұм соғыстан аман кеп,
Марқұм әке, ажал сені әкетті-ау жайлы өмірде. Бұл қызықты көретін елмен бірге тағдыр шіркін өзіңе көпсінді ме? 19 жыл өтті, міне, содан бері еске аламыз өзіңді жеңіс күні. Сол жеңістің көрсеткен бұл жемісі ұрпағыңның есінде қалар мәңгі. Сіздің, біздің отанымыздың бостандығы мен тәуелсіздік үшін шайқастардағы теңдессіз ерлігіңіз бен табандылығыңыз ғасырлар бойы жасай береді. Өйткені сіз кейінгі ұрпақтың жарқын болашағын қорғап қалу арқылы өзіңіздің азаматтық және патриоттық парызыңызды абыроймен орындап шықтыңыз.